Жұлдыздар тобының мүшесі Кенжебек Жәнәбілов тұңғышы туралы жан сырын ақтарып, тікелей эфир кезінде көз жасына ерік берді. Өнер иесі сынақпен келген баласына қатысты бар шындықты айтты. Өзінің жан жарасымен бөлісті. Кенжебек Жәнәбіловпен тілдескен тележүргізуші Айда Боранбай да сұхбат кезінде көз жасын тия алмаған. Ұлын емдету үшін барын салып қатты қиналған әншінің оқиғасынан кейін оның көңілі босап кеткен көрінеді. Эстрада жұлдызы ауыр дертке шалдыққан тұңғышы кіші ұлына асқан қамқорлық пен жанашырлық танытып жүргенін айтып, тікелей эфир кезінде жылап жіберді. Қанша тасыдым, Шымкенттің өзінде қанша емдеттім. Германияға бардық, Қытайға бардық. Бұл бала не көрмеді? Құлағына да ине салды. Енді кеше кішкентай інісіне сөйлеп жатыр. Әлібей қалайсың? Жақсысың ба? Деді. Көзіме жас келіп кетті. Менен папа, Әлібей аппарат кие ме? Деп сұрады. Менің құлағым естімейді. Әлібейге олай болмайды, дейді. Өзінің жанашырлығын танытып жатыр ғой. Ауыр кезеңдерден өттік. Аллаға шүкір. Ешкімнің басына бермесін. Аман болайық, деді Жәнәбілов. Айта кетейік, Кенжебек Жәнәбілов осы жылы ақпан айында тағы да сәбилі болды. Әншінің жары оған ұл бала сыйлап, жұлдызды жанұя 4-ші баламен толыққан.